Қазір сыраны саламыз. Күкірт. Мына жерде 600 мг күкірт бар. Мынада 20 мг молибден оксид. Молибден олыш бар мынада. И мынаның өлшемі 4/4 кремний. Мына жерге дейін қазып қою керек. Қатып алмай. Үлгімізді осылай салып алдық. Мына жерде молибден оксид. Молибден оксид пен кремнийдің ара қашықтығы 1,5 см. Күкірт пен кремнийдің ара қашықтығы 30 см. Мындай шестиграмм көмір алады. Барлық болттарды бірдей бұрау керек. Бізде қисық жағып қалады. Газдың қысымын көрсетеді. Так, мынау CVD. Мына жерде бізде аргон газы тұр. Қазауысының системаға жібереміз. Бірінші системаны тазалап алуымыз керек. Так, мына қосамыз. Бізде мына жерде бізде вакуум. Вакуумды, мына вакуумный памп мынаған бұраймыз. Ішінде вакуум создать ету керек, вакуумный насос. Вот, басқанда бізде вакуум қосылады. Вакуум қосылады. Қазір мына системадағы ауаны сорып жатыр. Мынау минусқа кету керек. Қазір бізде жабық тұр. Осыны ашамыз. Ашамыз. Тоже тазалап жүрсін. Мына жерде газдар бар. Осы газдар мына қосқанда мына жерде газдарды көрсетеді. Так. Бізде мынаны тоже ашу керек. Вот, сорып жатыр. Аштық. Мына ішіндегі бүкіл ауаны қазір сорып жатыр. Мыналар тоже ауа жібермеу керек. Мынаны сол үшін қысып қойдық. Мына ішінде резина бар. Мына ішіндегі ауаны вакуум ұстап тұрады. Эксперимент жасамас бұрын осылай бірінші программа құрып аламыз. И осы программаны қазір мына жерге орнатамыз. Так, бізде вакуум тұр. И бәрін жабамыз. Ішіндегі ауаны сорып алдық. Получается. Жабамыз. Ішін тазалап алдық 5 минуттай. Енді вакуумды нені өлшемей тұрып бірінші вентқа қоямыз. Сосын барып мынаны өшіреміз. Эксперимент 20. Бізде қазір 20 градуста тұр. Енді бізге тына 80 минутқа қою керек. Ол үшін программаға кіреміз. Бар 20 келесі бар бізде 85 алдын уақыт. Осыны өзгертуіміз болады. Түсіріп 80-ге қоямыз. Хорошо. Бізде 280 тұрады. Бізде мынау 20 минут біз осыны тұрамыз. 20 минут емес 15 минутқа қоямыз.
СП3 бізде 180 кеттік. Мынау Т1 минус 120 деген. Осы уақытта өсімейді. Т3 міне минус 121. Бізде анау дайын. Енді біз жерімізде хитеров, пока біз мына программа құрғанда оны жібермейді. Ол программа жүру үшін біз хитеровды басымыз керек. Так, енді бізде программа құрдық. Мынаны басамыз. Run деп шығу керек. Төмен басқан кезде бізде run деп шығу керек болады. Run. Мына жерде тоже run кетті. Енді ол жүру үшін біз хитеровды басамыз. Вот, бізде басталды. Мына зонаға тиіспейміз. Үшінші зонада ештеңе тұрған жоқ. Вот міне 20 градустан 180 градусқа дейін 80 минутта көтеріледі. Потом 180 градустан 180 градус аралығы 15 минут. Мен қазір бұл жерде өзгертемін. 17 минут негізі. Вот. Так, градусымыз 400-ге кетті. Ортасы мынау почти 100 градусқа. Енді мен газды басамын. Open. Мынаны ашамыз. Потом мынау бізде егер қатты болып тұратын болса, ол астына қарай қатты болып тұратын болса, ол бізде газ жібермей тұр деген сөз. Газ жіберу үшін міне мынау стрелка көрсетеді. Мына кішкене жоғары қарай бұрау керек. Вот. Бізде газ кетті. Ол 2 жетеді. Мынаны тоже бізге ашу керек. Газды системаға жібереді. Вот, газ кетті. Біз мына жерден енді мынау open біз ашып қойдық мынаны. Енді газды системаға жібереміз. Бізде мына жерде жауып қойғанбыз. Газ осы не арқылы мына системаға кіру керек. Сол үшін біз мынаны ашамыз. Так. Мына бізде ашық. Енді бізде мына меню арқылы қандай газын таңдасақ болады. Бізде қазір аргон тұр. Аргон газын системаға жібереміз. Вот. Вот. Кетті. Газды осы жақтан тезірек системаға толтырып аламыз. Мынау ақырындап толып бара жатыр. Так, кішкене ашып қойса болады.